Екібастұз қаласы номер 11 орта мектеп оқушысы 6 сынып Сахан Досжан. Абайтану 21 ғасыр көгінде. Абайтану тарихы 1889 жылы басталып, қазақ әдебиетіндегі 50 жылдары өріс алды. Бұл мәселені тұңғыш рет сөз етіп, өз алдына арнайы түрде зерттеу қажеттілігіне ең алдымен Мұхтар Әуезовтің, сонымен бірге Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы еңбектеріне көрініс тапты. Сондықтан да абайтану ғылымының негізін қалаушылар кім дегенде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы қатарлы қазақ интеллигенциясының өкілдерін айтамыз. Абайтану ғылымының басында қалай айтсақ та Әлихан Бөкейханов тұрғанына айтуға тиіспіз. Яғни 1905 жылы Семипалатинский листок газетінде Абай Құнанбаев деген тақырыппен жарияланған қазанама абайтанудың бастауы болмақ. Мұны Абай Құнанбайұлы Әлихан Бөкейханов шығармашылығына ден қойып жүрген көптеген ғалымдар мен зерттеушілер нақты дәйектер арқылы дәлелденгенін атап өткен жөн. Әлихан Бөкейхановтың аталған қазанамасы Абай Құнанбаев атты көрнекті қазақтың қайтыс болғанына 1 жыл толғандығы туралы хабарламалық сипаттағы ақпарат ғана емес, бұл Абайдың өмірі мен өлеңдерінен аңғарылып тұрғандай, Абай алапат поэтикалық күшке ие болу арқылы қырғыз қазақ деп түсінеміз, халқының мақтанышына айналды. Өлеңге әркімнің бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы деп Абай ғұламасының өзі айтпақшы. Абайдың өмірі мен шығармашылығына ол туралы белгілі деңгейде мағлұмат бар. Қорытынды ой айта кетсем, Абайдың бастауындағы Әлихан Бөкейхановтың қазанамасы мақаласында кейінгі елеулі дүниенің бірі 1913 жылы қазақ газетінде жарық көрген Ахмет Байтұрсыновтың Абай қазақтың бас ақыны атты мақаласы. Қазақ әдеби тілі мен жазушының ғылыми территориялық негізін қалаушысы жаңашыл ғалым Ахан Абай шығармашылығына одан асқан бұрынғы соң қазақ баласы да біз білетін ақын болған жоқ деп баға береді. Абайтану ғылымының